Бұл жазба жұбату үшін емес. Бұл сөздер еркелетпейді, алдарқатпайды. Мұнда уақыттың өзі сүзгіден өткізіп, өмірдің талай соққысын көрген үлкен кісілердің тәжірибесі бар. Көпті көрген қариялар шындық ащы, бірақ ем деп бекер айтпаған. Осы 15 шындықты көтер алсаң өсе түсесің, көтер алмасаң өмір бәрібір үйретеді. Біріншісі, өмір ешкімге қарыз емес. Үлкендер жиі айтады, өмір ана емес, еркелетпейді. Адам қанша жақсы болса да, өмір одан есеп сұрамайды, тек сынайды. Әділеттілік іздеп ренжи берме, өмірдің заңы қозғалыс пен күрес. Екіншісі, адамды сөз емес, іс танытады. Ата-бабамыз жақсының аты өлмейді, ғалымның хаты өлмейді деген. Уәде жел, іс шындық. Үлкен кісілер бос сөйлегенді емес, үнсіз еңбекті бағалаған. Үшіншісі, жалғыз қалу әлсіздік емес. Қариялардан қалған сөз бар. Жалғыздық жаратқанға жақындық. Кейде адамды өсіретін орта емес, тыныштық. Жалғыз қалғанда өзіңді танып, кімге не үшін керек екеніңді түсінесің. Төртіншісі, әр күліп тұрған адам дос емес. 100 дос аз, бір дұшпан көп дейді қазақ. Көпті көргендер сенімнің қадірін кеш түсінеді. Артық ашылма, артық үміт артпа. Бесіншісі, ақша мақсат емес, құрал. Үлкендер мал қолға, өнер бойға бітеді деген. Ақша келеді де кетеді, ал мінез бен қабілет адаммен бірге қалады. Ақшаны құдай қылу рухты кедейлетеді. Алтыншысы, уақыт ең қатал төреші. Өткен күн оралмас, кеткен сөз қайтпас. Қариялар уақытты бос өткізбеуге үйреткен. Бүгін істемегенің ертеңгі өкініш. Жетіншісі, ешкім сен үшін өмір сүрмейді. Анаң да, әкең де, жар да қолдау ғана. Өз күнін өзі көрмеген, өзгенің күнін көрмейді. Тағдырыңды арқалайтын өзің. Сегізіншісі, қиындық адамды бұзбайды, ашады. Ата сөзі, жігітті қиындықта таны. Қысылтаяңда адамның шын мінезі көрінеді. Сабырсыз сынақта сынады. Тоғызыншысы, кешіре білу, әлсіздік емес, биіктік. Кек сақтаған өзіне ор қазады. Үлкен кісілер кекпен емес, ақылмен өмір сүрген. Кешіру, өткенді босату. Оныншысы, үмітсіздік ең қауіпті жау. Түннің артынан таң атады. Бұл бос жұбату емес, өмір заңы. Қанша ауыр болса да, үміт үзілген жерде адам да тоқтайды. 11-шісі, әркім өз деңгейінде ойлайды. Қариялар өзгенің шамасына қарап сөз сөйле деген. Сені түсінбесе ренжіме, әркімнің көкжиегі әртүрлі. 12-шісі, үйрену ешқашан кеш емес. Білмеген оуш еді, үлкендер жасына қарамай үйренген. Тоқтаған адам, артта қалған адам. 13-шісі, ар адамды адам қылатын қасиет. Малым жанымның садағасы, жаным арымның садағасы. Бұл сөздің мағынасы терең. Ар кеткен жерде адам да жоғалады. 14-шісі, сабыр ең үлкен күш. Сабыр түбі сары алтын деп бекер айтылмаған. Асыққан ұтылады, сабыр еткен ұтады. 15-шісі, өмірдің соңында атақ емес, із қалады. Үлкендер артыңда не қалдырдың деп сұраған. Байлық та, даңқ та өтеді, бірақ адамдықпен жасаған із қалады. Бұл шындықтар кітаптан емес, өмірден алынған. Көтере алсаң қабылда, қабылдасаң қолдан. Себебі өмірдің ең қатал сабағы кеш түсіну. Өмірді өзгерткің келсе, ең алдымен өзіңнен баста. Уақытты аяма, уақыт сені аямайды. Әр адамға сырыңды аша берме, тыныштығың қымбат. Қиындық келгенде қашпа, ол сені өсіруге келген. Үмітіңді адамға емес, ниетіңе арт. Бір рет кешір, бірақ 2 рет сенбе. Сабыр үнсіз күш екенін ұмытпа.
Көп сөйлеу әлсіздік, дәл сөйлеу ақыл. Өз құныңды білмегенді өзгелер бағаламайды. Жақсылықты міндет қылма, жасада ұмыт. Жаман сөзге жауап бермеу жеңістің бір түрі. Әр адамға емес, әр іске жауапты бол. Қателік үшін өзгені емес, өзіңді тәрбиеле. Арзан мақтауға ерме, ауыр шындықты таңда. Ақша үшін емес, абырой үшін өмір сүр. Өткенге өкініп, бүгінді жоғалтпа. Жалғыздықта өзіңді таба алмасаң, көптің ішінде жоғаласың. Уәдең аз болсын, бірақ орындалсын. Ақылды адам дәлелдемейді, ісімен көрсетеді. Кек сақтаған сайын өз жүрегіңді ауырлатасың. Әр адамның тағдыры өз қолында, сылтауда емес. Үйренуден ұялма, білмеуден ұял. Сабырсыз шешім, ұзақ өкініш. Жағымпаздан сақтан, шын айтқанды қадірле. Өз-өзіңмен келісе алмасаң, өмірмен де келісе алмайсың. Қиын кезде кеткен адамды тоқтатпа. Ар мен ұятты жоғалтпа, қалғаны келеді. Қандай биікке шықсаң да, адам болып қал. Үмітті өшірме, бірақ қиялға алданып қалма. Өмірді түсіну үшін бәрін жеңу емес, бәрін қабылдау керек. Өз жолыңды таңдағанда көптің айқайына емес, ішкі даусыңа құлақ ас. Бір істі бастасаң, нәтижесі көрінбей тұрса да, соңына дейін бар. Өзгеге ұнау үшін өз болмысыңды құрбан етпе. Кез келген сөздің салмағы барын ұмытпа. Айтылған сөз қайтып жиналмайды. Өмірде ең қауіпті нәрсе өз-өзіңе өтірік айту. Әр қиындықтан кейін тыныштық емес, жаңа жауапкершілік келеді. Білім жинақталған ақпарат емес, дұрыс қолданылған тәжірибе. Адамды өзгертуге тырыспа, өз шекараңды белгіле. Кейде үнсіз кету ең дұрыс шешім. Өзіңді үнемі ақтай берсең, өсу тоқтайды. Талантты мақтан емес, тәртіп өсіреді. Қандай жағдай болса да, адамдық деңгейіңді төмендетпе. Өмірде бәрін бақылау мүмкін емес, бірақ өз таңдауыңа жауап беруге болады. Кейбір жауаптар уақытпен ғана келеді, асықпа. Жақсы мүмкіндік дайын кезде емес, сен дайын болғанда пайда болады. Қайғыны жасыруға болады, бірақ оны елемеу қауіпті. Әр жеңіс міндетті түрде қуаныш әкелмейді, әр жеңіліс міндетті түрде жеңіліс емес. Қажет кезде көмек сұрай білу кемшілік емес, кемелдік. Өз қадіріңді дәлелдеумен емес, сақтаумен көрсет. Өмірдің мәні бәріне жетуде емес, өзіңді жоғалтпауында. Сені құтқаратын күн болмайды, өзің ғана барсың. Ниетің дұрыс болса да, әлсіздік сені артқа тартады. Кей адамдар сенің өсуіңді емес, тоқтағаныңды қалайды. Қанша тырыссаң да, бәріне бірдей жақсы бола алмайсың. Кей шындықты естігенде кеш болады. Үнсіздік кейде жауап емес, қоштасу. Адамды шаршататын жұмыс емес, үміттің ақталмауы. Сен өзгермейінше, жағдай өзгермейді. Кейбір есіктер қанша қақсаң да ашылмайды. Сен кеткен соң ғана бағалайтындар болады. Қатал шешімдер жұмсақ өмір әкелмейді, бірақ тыныштық береді. Әр таңдаудың құны бар, кейде ол ауыр. Адамның сөзі емес, үнсіз қалған жері шын. Кей жеңіліс сені аман алып қалған жеңіс. Барлығын түсінуге тырысу, өзіңді жоғалту. Адамдар сенің жан айқайыңды емес, нәтижені көреді. Уақыт емдемейді, тек үйретеді. Кей арманға жету үшін, кей өзіңді құрбан етесің. Өмірде бәрі әділ болса, шыдау деген ұғым болмас еді. Өзіңе шындықты айтпаған адам өмірден шындық күтпейді. Құрметті оқырмандарым, ана тіліміздегі арнаны қолдай отырыңыз. Сіздердің әрбір қолдауларыңыз арнаның дамуына үлесін қосады. Тыңдағаныңыз үшін көп рахмет, аман сау болыңыз.